Здравствуйте, ребята! Сегодня наш урок 4, мой Казахстан. Упражнение 1. Прочитайте, оқып шығыңыз. Работа в двух подгруппах, екі подгруппаға бөлініп оқыңыздар дейді. Яғни наша родина, менің мекенім. Родина – это самое священное для человека место. Это место, где мы родились, где живут наши близкие, родные, друзья. Это наши традиции. Это красота гор, степей, рек и пустынь. Отан дегеніміз адам үшін ең қасиетті мекен. Бұл біздің туған жеріміз, біздің жақындарымыз, достарымыз, туыстарымыз тұратын жерлерді біз отан деп атаймыз. Және бұл біздің мәдениетіміз, біздің салт дәстүріміз, өзімізге жеріміздің тауы, жазығы, өзен сулары, шөлдері. 16 декабря 1991 года наша родина Казахстан стала свободной и независимой страной. 1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алды. Казахстан имеет свою конституцию, государственный язык, символику и денежную единицу. Қазақстанның өзінің конституциясы бар, өзінің туған тіліміз бар, қазақ тілі, және ақшамыз бар, теңге, және символика, яғни елтаңбамыз, туымыз, әнұранымыз бар. Моя родина. Казахстан. Огромные поля и степи. Казахстан. Луга, долины, реки. Казахстан. Моря, дожди, снега. Казахстан. Добыча нефти и угля. Казахстан. Огромная страна. Казахстан. Ты родина моя. Біздің Қазақстанымызға арналған өлең екен. Арғай жалғастырамыз. Выборочное чтение. Найди в текстах ответы на вопросы. Прочитайте еще раз. Запишите ответы. Бағана оқып өткен мәтіндерден біз мына сұрақтардың жауабын табайық. Что такое родина для человека? Адам үшін отан дегеніміз не? Бағана айттық. Родина – это место, где мы родились, где живут наши близкие, родные, друзья. Біздің жақындарымыз өмір сүретін жерді айтамыз. Что имеет свое Казахстан? Казахстанның өзінің несі бар? Яғни Казахстан имеет свою денежную единицу, ақшасы бар, символику. Какой страной стал Казахстан? Қандай ел болды Казахстан? Казахстан стал независимой страной. Бұл мәтіндерге қарап. Екіншісі, тақпаққа қарап сұрақ қойған, соған байланысты сұрақтарға жауап беру керек. Чем богат Казахстан? Қазақстанда немен бай Казахстан? Көрейікші, мына жерде мәтіннен. Бұл жерде мұнай да бар, көмір де бар. Сосын біздің өзен, көлдеріміз, шөлдеріміз барлығына бай деп айтылған екен. Выпишите из текста выделенные слова. Қарамен жазған сөздерді жазып шығуымыз керек, яғни существительное. Кто, что деген сұраққа, кім, не деген сұраққа жауап беретін существительное. Зат есімдер көшіріп жаз дейді. Преобразуйте их в единственное число. Яғни бұл жерде қарамен жазған сөздер, яғни поля и степи, луга, долины, реки, моря, дожди, снега, нефти и угля. Бұлардың барлығы множественное числода тұр. Множественное число дегеніміз не, балалар? Множественное число дегеніміз, яғни көп заттың бар екенін айтады. Енді бізге бұларды бір зат, жекеше затқа ауыстыру керек. Яғни поле, степь, луг, долина, река, море, дождь, снег, нефть, уголь болып өзгереді. Балалар, әрғай жалғастырайық. Түсінсек. Словарный диктант. Мына жерде бізде сөздер берілген, осыларды диктант ретінде жазуымыз керек, қарап алуымыз керек. Яғни біз қай жерде қате кетіруіміз керек? Казахстан.
орысша х-пен жазылады. Родина, дина, традиции, конституция, символика, независимая страна. Әріптердің дұрыс жазылуын қарап есте сақтап, оны қайтадан көшіріп жазамыз, балалар. Составь полный коллаж. Мына жерде бізде суреттер берілген. Мына жерде бір суреттерді тығып қойған. Нені тығып қойды деп ойлайсыз? Яғни, мына Астананың суреті, өзен көлдеріміздің суреті. Тағы да не салуға болады еді мына жерге? Мысалы, мына жерге мен таудың суретін салалар ем, яғни Алатаудың суретін салалар ем. Мына жерге біздің Каспий теңізінің суретін салуға болады. Немесе Алматының көкжайлауының суретін салуға болар еді. Өзіңнің жақсы көретін қандай Бурабайдың суретін салуға болатын еді. Ол өткен өзіміздің Қазақстанымыздың жерлерін салсақ болады. Қай жерін салсақ та бізге жарасады, балалар. Солайды ма? Арғай жалғастырайық. Напиши пожелание. Мына жерде бізге, пожелание деген бізге тілек қой, тілек. Желаю тебе, мой родной Казахстан. Менің отаным Казахстан. Мен саған не тілеймін? Соны жазуымыз керек. Ол үшін мен, мысалы, Қазақстаныма не тілеймін? Мен мына жерге өзімнің қандай тілегім бар екен жаздым. Желаю тебе, мой родной Казахстан, мира, единства и процветания. Менің Қазақстаныма мен татулық, бірлік және көркемдей беруін тілеймін, балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды, балалар. Егер де менің сабағым ұнаған болса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, менің видеоларыма лайк басыңыздар. Егер ұнап жатса, мен тағы да видео түсіремін. Келістік пе, балалар? Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге сұрақ қойсаңыздар болады, жауап беремін. Тілектеріңіз болса, айтып кетсеңіздер, мен өте қуанып қалар едім, балалар. Бүгінгі тақырыпты түсіндік деп ойлаймын. Сау, саламат болыңыздар. До свидания, ребята. До встречи.